Барша жанға сәлем, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда наконец-то порталда өтетін боламыз. Обычный Майнкрафтқа қайтамыз, я. Так что дәл қазірден бастап лайктарыңызды басып жіберіңіздер, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен видеомды бастай берейін. Давайте дәл қазірден бастап біз көп сөзбай порталда өте берейік. Алдыңғы серияда өтеміз деп өтпей қалып кеткен болатынбыз. Так что дәл қазір өтеміз. Бірден барамыз. Міне мында құрған болатынбыз порталды. Өте керемет портал. Ашыла салған көрдіңіздер ме? Бір блок қалып еді, сол ашылмай қалып еді. Оны босып тастаған кезде ашылды. Ой, не деп кеттім, жарайды. Не болса да қазір мына порталдан өтеміз. Ал дайындалайық. 1, 2, 3. 2000 years later. Опа, ой, ема, не жер мынау? Түсінбедім. Так, біз обычный Майнкрафттамыз, бірақ мен бір сынақ картасына түсіп кеткен сияқтымын. Бұл жерде паркур ма сонда? Ой, мынауың изи паркур ғой, смело өтеміз ғой. Так, осылай, изи өтіп кете береміз. Давай. Осылай өтеміз, короче. Опа, ой, қисық секіріп қойдық, жарайды, не болса да. Короче, қазір мына жерден шығып өте береміз арқара паркурден. Ой. Лава келіп жатыр ма мына? Ема, қиын болады ғой мына арада. Давайте тезірек өтейік. Ема, тағы да құлап қалдық. Болды, кеш болады. Қазір менің ойымша. Я, кеп қалды уже мына жерде тұр ғой портал. Ема, ой, лава келіп жатыр. Артымыздан лава қулайды еще паркур өтуіміз керек. Ема, база жоқ. Лава артымнан келіп жатқан шығар дәл артынан. Ой, жоқ. О, жоқ. Все, вот и моя жизнь. Ё-майо, мына лава келіп жатыр, мынау қазір күйдіреді мен. Ё-майо, енді не істейміз, ё-майо. Так, мына лаваны қараңдар, күйем ғой мен қазір мына жерден. Бұлай болады деп кім ойлаған, ема? Жоқ, енді. Все, осы портал жасамайтын ем ғой егер болғанда. Жоқ! Ема, мына түс болған ма сонда? Ема, жаман шошты ғой, лаваға қатты күйіп атқан сияқты едім. База жоқ, түс болғанда жақсы болған екен бір жағы. Так, ема, мынау қандай жер еді? Түсінбедім что-то. Ема, осыншалықты ұйықтай десейші, адам деген база жоқ кәдімгідей бар ғой. Мынау менің негізі үйім ғой, достар, қазір бәрін түсіндірем сендерге. В общем, мен ауылда магазин ашуға документ турлап жүрген адамын ғой. Қатты шаршап келдім бүгін жұмыстан, короче, кешке бағана. В общем, міне енді түс көріп, ұйықтап, короче, осындай бірдеңе болып жатыр. Түсінікті деп ойлаймын, я. Қазір тоса тұр, достар, мен жаман шошып ояндым, кәдімгідей суға түсіп алуым керек. Мен салқын душқа түссем бекен, әлде ваннаға түссем бекен. Так, жарайды, душқа түсе салайыншы мен деген. Так, ема, кәдімгідей суық су екен, база жоқ. Не болса да түсіп алайық әйтеуір дегенде. Ема, база жоқ, өзіме кішкене болса да келдім ғой әйтеуір. Так, айна жұмыс жасамайды сол. Так, ваннаны қараңдаршы, ема, мына үйім деген дерске о мен. Бәсе барлығы жай ғана түс болғанын менің ойымша дұрыс болды, я. Кеттік ендеше мен сендерге осы үйімді көрсетіп жіберейін, таныстырып жіберейін деген сияқты, я. Мына бөлмелер маңызды емес, ең главный пәсте барлық қызықтар, я. Так, мынаны қараңдаршы, мында телевизор бөлмем бар, мында қараңдар осындай. Далада қараңғы болып жатыр, я, қазір. Так, телевизор бөлме, мына жақта кухня бөлме, ошын кухня мына жақ деген. Мынаны қараңдар, холодильниктен осылай, бәсе барлығы осылай жұмыс жасайтын. Мен қайда түсіп кеттім? Осыншалықты түс көрген ба? База жоқ. Бүйтіп шаршап келіп, жұмыста ұйықтаймын деп ойламаған бар ғой. Мынаны жеп ала салайын десем, көмір таппай тұрғанымшы, я. Жарайды, мына торттан бір-екі ауыз дәм татайық та. Ошын қарнымыз тойғызып алайық. Енді мында қол жуып алсақ та болады, я. Так, ой, мына екі ауқатты, короче, салып қоя салайын холодильникке орнына, короче. Так, мында барлығы толып тұрған сияқты, балықты саламыз мында. Мында тағы да. Короче, ет аняқа сыймағандықтан осы жерге саламыз, короче, я. Ал, так, мына үйді көрсетіп жіберейін осы жағымнан қараңдар. Осы жақта мындай, мына жақта мындай. В общем, түсініп отырған шығарсыңдар, көріп ақ. Мында қараңдар, мына жақта тоже туалет, я, унитаз бар. Мына жақ сыртқы есік болса, мына жағымыз біздің гараж, қараңдар. Машинам бар осындай жүрмейтін. Осы екі темірге өткізем ба, білмеймін, ешкім сатып алмай жатыр, әйтеуір құрту керек осы екі машинаны. Бірақ база жоқ, кәдімгідей түс көрдім ғой, ема, соншалықты шаршаймын деп ойламаппын. Мынаны қараңдар, осындай гараждың есігі ашылады дегендей. Ал үйімнің сырты мындай, міне қараңдар, осындай үлкен кереметті үйде тұрам мен деген. Негізі осындай еді, бәсе мен түс көріп деген
Қайта айта бердім ғой, жарайды. Не болса да енді болары болды. Жай ғана түс болғаны вообще жақсы болды, я. Короче, қазірге мен кіріп ұйықтайын. Түннің ортасында шығып алып мен не істеп жүрмін вообще білмеймін. Ё-моё, менің көршілердің бәрі маньяк деп ойлайтын шығар. Түннің ортасында не істеп жүрмін, қуама дегенде, я. Ертең істейтін біраз жұмыстар бар. Короче, ауылдағы магазиннің документін тағы да біразын турлауым керек мен деген. Короче, бөлмемізге барып ұйықтайықшы, не болса да. Қалған ертең айта жатармыз, барып ұйықтайық. Дәл қазірге жаман шаршап тұрмын дегенде. Так что ұйықтаймын, я. Жақсы ұйықтап тұрдым негізі. Так, далада таң атып жатыр. Өте керемет таң, күн шуағы бар. Обычный Майнкрафттамыз, өте керемет. Барлығы түс болып шыққан. Ал дәл қазір мен душқа түсіп алайын сразу. Так, бүгін мен сендерге дәл қазірше үйімді полный аралық көрсетіп шығам. Кеше біраз үйімді көрсетпегем сендерге. Мына судың суығын-ай. Ема, база жоқ, мұздай су екен. Жарайды. Осыған жылы су орнатып қою керек негізі. Жылы су болып ағып тұрады, сонда ыстық су мен мұздай су қосып. Ошым ыстық су кіргізуім керек қойдағыда, түсінгендеріңдей. Міне, менің үйімнің бірінші бөлмесі мында. Екінші этаждағы. Бұл детский бөлме, осындай қыздардың бөлмесі, міне көріп тұрғандарыңдай. Енді мына жақтағы бөлмені көрсетіп жіберейін. Бұл жақта бізде ванна, туалет, осындай ванна мен туалет тұрады. Ал мында бізде тоже бір детский бөлме. Бұл кішкентай мальчик баланың бөлмесі, енді шкафы бар, Ал енді мындағы бөлме бізде слишком детский бөлме, бұл деген кішкентай шақалақтардың жататын бөлмесі. Ошым түсінікті, Ал енді пәске этаждарға барайық. Пәске түсеміз де, мен сендерге біраз тағы бір 5-6 бөлмені көрсетіп жіберем осы жақтағы. Мында деген бізде кухня, кеше көрдіңдер, әбден бұл жерді жаттап алған шығарсыңдар уже. В общем, пәске этажбен әбден таныс болған боларсыңдар. Ал ендеше осымен видеоны аяқтайын. Ұнады деген ойдамын осы видео. Так что арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұрақ қалдырыңыздар, әсіресе сұрақ жауап видеосын түсіреміз. Ал осымен видео аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.